Бүгін Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалы қоғамдық қабылдау бөлмесінің ұйымдастыруымен Сайрам мәдениет үйінде мобильді қоғамдық қабылдау өтті. Шараның мақсаты тұрғындармен кері байланыс орнатып, олардың талап тілегін тыңдау. Қоғамдық қабылдауға қалалық мәслихат депутаттары, басқарма басшылары, сондай-ақ Қаратау ауданы әкімдігінің мамандары қатысты. Олар тұрғындар тарапынан көтерілген өзекті мәселелер бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, заң аясында тиісті жауаптар берді. Қазіргі таңда бір 7-8 өтініш келіп түсті. Кейбіреулеріне заңға сәйкес түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалғандарына тиісті мекемелерден өтінішіні қабылдап алып жатырмыз. Бүгінгі негізгі бүгін қабылдауымызға келіп түскен өтініштер бәрі протоколға енгізіліп, ол бақылауда болатын болады, партияның бақылауында болады. Жалпы келіп түсіп жатқан өтініштер оң шешім табады деп сенеміз. Жыл басынан бері мен өзім жеке қабылдауым 4 рет өтті. Әр кварталда аудандығы бар, қалалығы бар, көшпелі қабылдауларға шығып отырамыз. Оны көбінесе 80%-ға жақыны оң шешімін табады. Кейбіреулері әлеуметтік жәрдем сұрағандар болады. Оған шамамыз келгенше, қолымыздан келгенше жәрдем береміз. Басқаларына заң аясында кеңес беріледі. Заңгерлер отыр. Олар заңға сәйкес өзінің несін береді. Қабылдау барысында бастауыш партия ұйымдарының еңбек ұжымдарда белсенділік танытты. Азаматтар тұрғын үй, әлеуметтік көмек, инфрақұрылым, денсаулық сақтау және жұмыспен қамту сынды тақырыптарда сауалдарын жолдады. Әрбір өтініш жеке қаралып, кейбір мәселелер сол жерде шешімін тапты. Мен 2006 жыл хакимияттың шешім білен жер алғанмын. Торговый центр дөкен салу үшін. Ол жерінің басқа жерінің үйін отқызып, басқа документтер алып қойды. Қазір таңда сотқа барсам, сот не қылмайды. Земельный инспекция барсам, не ала алмай тұрмын, жауап жоқ. Сол шағым білен келген ғой. Шешім бар, барлығы бар. 2-3 жыл мәлік төлегенмін. Стройға қылдырмайды. Басқа бір олар алып қойған. Режимет, бәдемет деген басқа бір участкадағы үйіні мына пустой жерге отқызып, лязақта документ істеп алғанда, пустой жерге. Соны ешқандай результат болмай жатыр. 2009-да мына районда маған шығарып берген шешімді. Олар кейін облыс сотқа салды. Облыс сотта менің кадастр номерім басқа жерде деп не қылды, бұны кейін қойды. Сол бойынша әлі сот. Сот болмайды, но документ барады, сотқа өтпейді ғой. Қалай өтпейді, оны ешкім түсінбейді. Мобильді қоғамдық қабылдаулар партияның ашықтық қағидатына негізделген. Бұл формат жергілікті жерлерде халықпен бетпе-бет кездесіп, нақты проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді. Аманат партиясы мұндай шараларды алдағы уақытта да тұрақты түрде өткізуді жоспарлап отыр. Наргиза Төреқұл, Арслан Қарабай, Шет Ньюс.